Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін біздер 3-ші сыныптың математикасынан 110-шы сабақты өтетін боламыз. 110-шы сабақ жазбаша түрде қалдықпен бөлу. Қазақстанның математиктері дейді. Сен жазбаша түрде қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің. 2005 жылы Алматы қаласында математика және физика пәндерінен оқушыларға арналған бірінші халықаралық Жәутіков олимпиадасы өткізілді. Яғни Жәутіков деп отырғаны бұл біздің Қазақстанға белгілі математик. Ендеше әрі қарай балалар есептерге назар қояйық. Бірінші есеп бөліндінің мәні мен қалдықты ата. Барлық қалдықтардың қосындысын тап. Сонда сен халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің қанша елінен оқушылар жиналғанын білетін боласың. Балалар, бұл жерде бізге кесте берілген екен. Бұл кестеде бөлінгіш, бөлгіш, бөліндінің мәні, қалдық деген графалар берілген. Яғни біз өрнектің мәнін табуымыз керек. Өрнектің мәнін тауып, қанша қалдық қалатынын айтуымыз керек екен, жазуымыз керек яғни. Енді балалар, бұл жерде бізге бөлінгіш 38, бөлгіш 7 дейді. Енді осының әрі қарай мәнін шығарып көрейік. Және қанша қалдық қалатынын есептеп көрейік. Бұл жерде балалар 38-ді 7-ге бөлсек 5 шығады. Яғни 38-дің ішінде 7 саны 5 рет кездеседі екен. Осы 7 санын жаңағы шыққан 5-імізге көбейтсек 35 шығады. Ал бізге бөлінгіште 38 саны тұр. Осы 38 санынан 35-ті азайтып тастасақ, 3 қалдық қалады. Ендеше қалдыққа біз 3 деп жазамыз. Ал жаңағы 5-імізді бөліндінің мәніне жазамыз. Өйткені толық 38 санның ішінде 7 саны 5 рет кездеседі. Ал қалған соның ішінде қалдығымыз 3 қалдық. Енді келесі есепті қарайық. 50 бөлінгіш, 8 бөлгіш дейді. Енді 50 санының ішінде қанша 8 саны бар екенін табуымыз керек. 50-ді 8-ге бөлгенде 6 шығады. Яғни 50-дің ішінде 8 6 рет кездеседі. Ал осы 6-мызды 8-ге көбейтсек 48 шығады. Ар жағында 50-ге дейін 48-ден санағанда 2 қалдық, яғни 2 шығады. Қалдыққа біз 2 деп жазамыз, ал бөліндінің мәніне 6 санын жазамыз. Өйткені толық 6, 8 мына 50 санының ішінде кездеседі, ал қалғаны қалдық болып қалады. Келесі бөлінгіш 13, бөлгіш 7 дейді. Енді 7 саны 13 санының ішінде бір рет қана кездеседі. Бөліндінің мәніне біз 1 деп жазамыз. Енді осы 1-ді бөлгіш 7-ге көбейтсек, 7 саны шығады, ал 7-ден әрі қарай 13 санына дейін 6 сан бар, яғни 6 қалдық қалып қалады. Бөліндінің мәніне 1 деп жазамыз, қалдыққа біз 6 деп жазамыз. Қалып қалған қалдық бізде 6 саны. Келесі соңғы есебі бөлінгіш 10, бөлгіш 6 дейді. Енді осы 10-ның ішінде қанша 6 бар? Бір ғана 6 бар екен, балалар. Енді осы 1-ді біз бөліндінің мәніне жазамыз. Және осы шыққан бірімізді бөлгіш 6-мызға көбейтсек 6 шығады. Яғни 1-ді 6-ға көбейтсек 6. Сол 6 санынан кейін әрі қарай 10-ға дейін 4 қалдық қалып қалады екен. Енді балалар біз қалдықтардың барлығын жаздық. Әрі қарай бізге есеп әлі біткен жоқ. Бізге біледі. Сонда сен халықаралық олимпиадаға қатысу үшін әлемнің қанша елінен оқушылар жиналғанын білетін боласың дейді. Енді балалар қалдықтарды біз қоссақ, қанша елден оқушы жиналғанын білетін болады екенбіз. Бізде бірінші 3 қалдық. 3 қалдыққа қосамыз, 2 қалдықты 5 қалдық болады.
оған қосамыз 5 қалдыққа қосамыз 6 қалдықты 11 қалдық болады екен. Ары қарай 11 қалдыққа 4 қалдықты қоссақ 15 қалдық қалады екен. Ендеше балалар, әлемнің 15 елінен оқушылар жиналған екен. Келесі балалар, бізде екінші есеп қалдықпен бөлудің қалай орындалғанына қара дейді. Яғни барлық берілген есепті бізге жазып қойыпты. Яғни 247 бөлінген 2 деп бізге өрнек беріпті. Енді бұл жердегі 247 саны бөлінгіш дейді. Ал бөлгішіміз 2 саны. Бөліндіде 3 цифр болады деп бізге 3 цифр шығу керектігін айтып қойыпты. Енді әуелі балалар, біз толымсыз бөлінгішін анықтауымыз керек. Толымсыз бөлінгіші 200-дік. Осы 2 санын 2-ге бөлсек 1 болады екен балалар. Біз оны бөліндіге жазамыз 1 деп. Ал осы бірімізді бөлгіш 2-ге көбейтсек 2 шығады. Яғни оны 200-діктің астына жазамыз. 2-ден 2 азайтсақ 0 болады. Біз оны жазбай қойсақ та болады. Енді балалар, біз мына жердегі 4 ондықты мына жерге түсіруіміз керек. Сол 4 ондықты бөлгіш 2-ге бөлсек 2 саны шығады екен. Яғни бөліндіге біз 2-ні жазамыз. Осы жазған 2-мізді бөлгіш 2-ге көбейтсек 4 саны шығады. Ендеше 4 ондықтың астына 4 санын жазамыз да азайтамыз. 4-тен 4 азайтсақ 0 болады. Біз оны жазбасақ та болады. Енді балалар, 7 бірлікті біз төменге түсіреміз. Осы 7-нің ішінде қанша 2 бар? Балалар, 3 2 бар екен. Біз бөліндіге 3 санын жазамыз. Және осы 3 санын бөлгіш 2-ге көбейтеміз. 2-ге 3-ті көбейтсек 6 болады. Біз оны 7 бірліктің астына жазамыз. 7-ден 6-ны азайтсақ 1. Ендеше бізге 1 қалдық қалып қалады екен. Балалар, естеріңде болсын, егер бөлу амалын орындаған кезде қалдық қалып қалса, оны бөлгішпен салыстыру қажет. Қалдықпен бөлуді қалай тексеретініңді есіңе түсір. Бізде жаңа бөлуді орындаған кезде бір қалдық қалып қалды. Осы бір санымызды, бір қалдығымызды жаңағы бөлгіштегі 2-ге тексеретін болсақ, бір саны кем. Балалар, біз білеміз, бөлу таңбасын біз көбейту амалы арқылы тексереміз. 123 санын көбейтеміз жаңағы бөлгіш 2-мізге. Солай біз тексеріп аламыз. 123-ті 2-ге көбейтетін болсақ, 3-ті әуелі 2-ге көбейтемін. 3 жердегі 2-м 6. Ендеше оны бірліктің астына жазамын. Келесі ондық бізге 2 берілген екен. Осы 2-ні бөлгіш 2-ге көбейтемін. Сол уақытта 2-ні 2-ге көбейтсек 4 шығады. Оны ондықтың астына жазамын. Әрі қарай бізге 100-дік берілген. 100-дікті 2-ге көбейтемін. 2 шығады. 2-ге 1-ді көбейтсек 2 шығады, балдар. Ендеше осы 2-ні 100-діктің астына жазамыз. Сонда бізде 246 деген сан шығады. Енді бізде жаңа бөлінгішіміз 247 болды. Бізде бір қалдық шықты. Осы қалдық санын, балдар, 246-ға қосып жіберсек, 247 санымыз шыға келеді екен. Сонда бізде, балалар, 247 жаңағы бастапқыдағы санымыз шығып тұр екен. Ендеше есебіміз дұрыс шықты дегенді білдіреді. Мінекей, балалар, қалдықпен бөлу бізде осылай орындалады екен. Егер де сізге видео қызықты болса, біздің арнамызға тіркеліп, келесі видеоны жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз. Ары қарай, балалар, келесіде тағы да осындай есептерді білгілерің келсе, осы комментарий бөліміне жаза кетіңдер. Қандай тақырыпта есептерді немесе тапсырмаларды қажет етесіңдер, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады.